Ал енді армысың немесе армысыз деп амандасу жайлы келетін болсақ, жалпы бұны біреудің арын түгендеу деген сөз емес. Жалпы ари тайпасының амандасу бір формасы. Аримысың, яғни арилік тайпаға жатамысың, жатпаймысың деген. Ари тайпасы адамзат тарихындағы үлкен жетістіктерге қол жеткізіп, адамзаттың руханиятының қалыптасуына елеулі ықпал еткен үлкен тайпалар. Сондықтан ари тайпасының қатарынан болуға көптеген елдер қызыққан. Алайда көне түріктің арғатасы сол ари тайпасы болады. Армысың деген сөздің өзі сол аримысың деген сөзден шығады. Ари тайпасының мұрагерлігіне көптеген елдер таласады. Соның ішінде кешегі Гитлер деген кісі біз нағыз арилік біз боламыз деп біраз нәрсені қирап тастаған өздеріңіз білесіздер. Сол сияқты мен айтпақшы болғаным, армысың деп амандасу, арма деу, бұл көне кітаптардың өзінде қарасақ, шежіре кітаптардың өзінде қарасақ, мысалы үшін мен қазақтың даласында әртүрлі діндер келді, сенімдер, нанымдар болды, әртүрлі тайпалар болды, сол тайпалардың өз алдына мемлекеттері болды. Соның барлығы бір секілді, бір түрде амандасты деп айтсам, ол кішкене артықтау болар. Мысалы, мен өзім Дулат тайпасы, Дулат тайпасының ішінде Сиқым тайпасы, Сиқымның ішінде Шуылдақ деген рудан болам да. Ал енді мен өзімде шежіре кітап бар, Сиқым шежіресі деген кітап. Сонда айтады, біздер бұрын армысың деп амандасқанбыз, яғни сен арилік тайпадансың ба деп. Ари деген біздің арғы аталарымызға жатады деп жазған. Сондықтан мен өзімді ари тайпасына жатқызғандықтан армысың деп амандасудан арыланбаймын. Ал егер кімде-кім арылана жатса, оны өзі білсін. Жалпы алғанда бұл амандасудың бір формасы. Амандық сұрасу, саулық сұрасу бұл біздің аталарымызда көптеген форма. Қалайсың, малсың, малжан аман ба, аманбысың, бір жерлерде ассалаумағалейкум деген сияқты әртүрлі амандасу формасы бар. Және оған қатып қалудың қажеті жоқ. Бәлкім біреу сол бәленбай жылдан бері, мысалы, біздің Қарахан деген мемлекет болды оңтүстік Қазақстан жерінде. Сол Қарахан мемлекеті бірінші теңге соққанда ля иляха иллалла Мұхаммад Расулалла деген жазулармен теңге соққан деп жазылады біраз дерек көздерде. Сонымен бірге оларда жаңа ассалаумағалейкум деп амандасу болды деп біздің қазіргі біраз азаматтар айтып жүр. Енді мен ойлап қоям, Қараханның өмір сүргеніне 1000 жылдай өмір сүрсе, ари тайпасының өмір сүргеніне сол біздің заманымызға дейінгі 11.000 жылдық дейді. Сонда ари тайпасының өмір сүргеніне шамада бір 10.000, 13.000 жылдай болып тұр да. Енді бұл армысың деп амандасу сонда 10.000, 13.000 жылдай терең тарихы болып тұр. Енді бір кісілер 1000 жылдық тарихпен амандасам, ассалаумағалейкум деп айтам десе, өзі білсін. Ал егер кімде-кім 13.000 жылдық тарихпен айтам, армысың дейім десе, өзі білсін. Мен ойымша, онда тұрған ешқандай сөкеттігі жоқ. Әркім өзінің қалауымен амандаса берсін. Жалпы арқамандықтағы амандасудың түрі амансыз ба, армысыз, бармысыз, есенбісіз, қалайсыз, малжан аман ба деген секілділер, достар. Жақсы күнде жолға берейік.